Conjunctions. Conjunctions show the logical relationship between sentences or parts of a sentence. Байланыстыратын сөздер, яғни союздер, сөйлемдер немесе сөйлем бөліктері арасындағы логикалық қатынастарды көрсетеді. All conjunctions join two parts of sentence. Яғни союздер екі сөйлемді байланыстыратын сөздер. Now they are, олар both, the first is both, and, екеуі де және. For example, H.G. Wells invented both the term time machine and the parallel universe. Wells екі терминді де уақыт машинасы және параллель ғаламды ойлап тапты. The next word is more. For example, I don't think aliens will come here soon. What is more, I think they will be friendly when they do arrive. Жақын арада келімсектер келеді деп ойламаймын. Оның үстіне олар келгенде де достық қарым-қатынаста болады деп ойлаймын. Яғни, what is more дегеніміз оның үстіне деп аударылады екен. The next is in addition to. In addition to дегеніміз қосымша деп аударылады, иә? In addition to difficult conditions, other planets might be home to dangerous bacteria. Күрделі жағдайларға қосымша басқа планеталарда қауіпті бактериялар болуы мүмкін. The next, although, even though, though, in spite of the fact that, despite the fact that, plus clause. Яғни мыналардың бәрі дегенмен қарамастан деп аударылады. For example, flying cars will soon exist, also, even though, though, in spite of the fact that, despite the fact that, they will be very expensive. Ұшатын машиналар пайда болады, олар қымбат болатыны қарамастан. Көрдіңіз ғой? Қарамастан деп аударылады барлығы. The next, in spite of, despite, plus noun gerund. Яғни, бұл да қарамастан, соған қарамастан деп аталады. Яғни, бұлардан кейін зат есім және геруінде жүреді екен. For example, technology is a good thing in spite of, despite people's fears. Технологиялар адамдардың қорқынышына қарамастан, бұл жақсы нәрсе. Қарамастан. The next, however, nevertheless, яғни алайда дегенмен деп аударылады. Fantasy books can be good, however, nevertheless, they are not as good as science fiction. Қиял ғажайып кітаптар жақсы болуы мүмкін, алайда олар ғылыми фантастикадан жақсы емес. The next, yet formal. Yet деген ресми түрде қолданылады екен. Қазір мысал қараймыз. We want to visit the stars, yet our own planet is in danger. We want to visit the stars, yet our own planet is in danger. Біз жұлдыздарға барғымыз келеді, бірақ біздің өз планетамызға қауіп төніп тұр. Яғни, бірақ деп аударылады екен мына жерде. The next, because, білеміз, себебі өйткені деп аударылады. I'm studying science because I like to find out about the world. Мен ғылымды оқып жатырмын, өйткені мен әлем туралы білгім келеді. That's all.